Жантақгүл, бүгін келін кеп алған екенсің. Ори, кеше ақша нормально көтеріп алған сияқтысың ғой. Ақшаны иә нормально көтергенді қайтейін ана Сюзи қатын көре алмай бычтын шығарып кеткен жоқ та кеше. Бажа, кеше сіз туралы өсектерін айтып отыр ғой. Не өсек айтып отыр? Білесің ғой, баяғы өсектер ғой. Басқа не айтады? Баяғы өсек. Сен енді оны алыстан айтпай, как есетіп айтышы. Өзің біліп отырсың ғой не айтып отырғанын. Қандай екенсің. Сенен көре алмай тұр ғой. Мені көре алмайтын адамдар көп қой, оған емес. Ай, сен немене? Тып-тыныш тұра қалдың ғой ана жерге бар. Массаж қайда? Жуынып шықтың ғой, көріп тұрсың ғой. Мынаны тұрғанымды. Жалтақпын. Массажын дұрыстап жасаса, шенен тамақ жейсің, таяқ жейсің. Чичи? Блин. Тәжім, Что здесь написано вообще? тәжім. Я. Сен де қолаңдай бұл қызға тисе берме. Осы қыздай болбаңдар, менің жынымды басатын осы қызға. Ойнап отырсың ғой. Ойнап өйтіп отыр. Ойыныңды. Ойыны болады айналайын. Сен де таяқсың қазір. Бол. Арттың жыртың етпей. Дұрыстап жасашы. Сак беги. Чешесің ба? Мен сенен шай сұраған жоқпын ғой, маған темекі әкел. Жаным қозып отырған қараш тұр. Алмастылар. А что вообще? Әкешіне басқасы только жанбайды ғой оны. Отында әкел. Дұрыстап жаса. Бергел тоқтама. Жасай бер. Анаң істемейді. Ерім қозып тұр, дұрыстап массажың жаса хотя бы. Болдың ғой? Кэм? Орнай дамалсын деп? Я. Орнай деген сіз ба? Менің байыммен Ержанмен жатып жүргенсіз, иә? Кімсің сен? Ержанның қатынымын. Айналайын. Бұл есіктен неше ержан кіріп, неше ержан шыққанын білесің ба? Не бетіңмен келіп тұрсың? Сайқалдар мекені жиналғанын көрініп тұр. Сен үшін сайқалдар мекені болса, ода бұл жерден аяғын тартып тұр. Сен менің байыммен енді хабарласушы болма. Егер де тағы да сені көретін болсам, Ержанға хабарласқаныңды менен жақсы көрпе. Айналайын. Дұрыс қатын болсан, сол ержанға ие болып отырмадың ба? Сенде қатынның қай жеріне түсіпті мен байымның көзі. Соны түсінбеймін. Айналайын, сен менде шаруаң болмасын. Не үшін келдің сен бұл жерге? Пошел. Шығап деп шарағандың. Жақтайтын болсам, мен сенің бүткіл мына адамдарымды өзіммен бірге құртып жіберемін. Түсіндің ба мені? Құртып көр. Қалай келдің солай қайқайына жерден айналайын. Мен байым ақшасын. Оны да қылмайсың. Пошел. Жылдай қатайын дейіні. Оңмаған қатын салдақа. Маған қатынды қандай қатысы бар? Өз аяғымен келді, өз аяғымен кетсін. Өз аяғымен келіп, өз аяғымен кетсін көрсетейін мен бұл қатанға. Әкел ақшаңды. Немене бұл жерге қойып көрсетіп қойғансың? Білесің ғой, аяқ асты біреудің келіп қалатынын. Бұл кім? Ана Ержанның даңғой қатыны. Çay koy
Иссалам. Қара өзін. Ақшасын ақтап еще. Сен ақтырсың. Ескілтеді ма? Дұрыстап жаса. Екіншіде осындай біреулер есі қаққан кезде глазогын ашып қара. Сосын бірақ аш менен сұрап. Менен сұрамай, бұл жерден ешқандай іс қимыл болмасын. Қайдағы жоқ адамдар кіре береді екен. Қайдағы жоқ адамдар кіріп көрсін. Жоқ, ақшаны шашқанды айтсайшы. Тура. Енді сол ақшаны көріп тұрсың алмайсың бар қарай. Үйге кімнің келіп кімнің кететінін білмейсің. Ох. Ашық су әкеш. Шеш. Сен не жерде жүрсің? Көріп тұрсың ғой жаңа келгенің ұрысу үшін келіп іргіздеп тұрған көріп тұрсың ғой сен не алдеп тұрсың ана жерде? Вообще мен білмеймін, ол мен Енді есікті ашпай ақ ана жерден итеріп шығарып жібермейсің ба? Вообще ол мен былай прямо итерді прямо. Кім көрінгенге итеріп кетірсе екен итеріп кіргізе бересің ба? Менің рұқсатымсыз? Болды ма ержан? Ой басым, ай басым. Не болып кеттіңіз? Ана кешкі шаруаларды тындырдың ба, сен не қылды болсын? Жасадым. Папаның бәрі орындалатын болсын. Бәрі орындалды. Проблем жоқ бұл жағынан. Бәрі жасаймыз. Жасамай көр. Сенің де жаның шығар. Болды. Ана ақшаны алды, ана кошелегіме салып қояды. Вообще түгел ма я бәрі? Былайша что? Түгел ма? Қашан? Түгел ма ақша? Қанша болған екенін білмеймін. Ерім қосып тұрған қаш. Екінші рет осы үйге жаңағы қатын келетін болса, менің рұқсатымсыз кіргізуші болмайды алайын. Қараттым кіргісі келесі үй. Жалма осты сен. Кім екен? Сәлем. Сәлем. Жоғары шық. Қайдан келетсің? Үйден. Молодцы. Тамаша. Өзің қалай? Жақсы. Шешіне ғой? Неге көңіл күйің жоқ қой? Ама. Насıl bir söylüyorum. Тыңдап тұр. Айта ғой. Мама, мен ажырасамын. Ойбай. Не болып қалды? Ержан менің көзіме шөп салып жүр. Новая идея. Твою мать, сенің телефоныңа атарсың. Себебі анама тіркелуші болма. Сенің міндетің бала қарау. Менің шаруам болмасын, түсінді ма? Сонда сен ойлайсың ба, сен осылай жүргізіп қояды деп әркіммен? Анамақпас. Ей! Аузына егу. Ұрсайсың мені! Қайда кетіп бара жатсың? Ержан! Мен үйге келетін болсаң ажырасамын сенен. Ажырасып дінті жасы ма? Қаңғы басит! Қаңғы басит! Енді не болмады? Бала қайда? Сабақты. Өзімдік есілді ажырасам деп шешім қабылдағанда алдымен ақылдастың ба сен менімен? Мама, 8 жыл болмасын көзімді жұмып келдім. Жарайды енді.
Сонда сен қайраланып тұрмақшысың. Енді мен сізге келмегенде кімге барамын? Сіз мені анамсыз ғой. Сен ашуыңды баста, мен biraz шай қояйын, ашуыңды кішкене бас, содан кейін байыңмен қайтып барып сөйлесетін бол. Үзілді кесілді шешім қабылдағаны доғыр. Бармаймын мен оған, мама, жасамын. Ашуыңды әбден басып ал. Содан кейін бір рет Ержанмен сөйлесіп келгеннен кейін маған айтасың әңгімеңді. Келістік пе? Қаншық, саған айттым мен байымнан әрі жүрсе. Сен мен айтқанын тыңдамай кетсіз да, жан шығарады сен қызын. Асыл, сен не ашсың мұнда? Осындай қаншықтармен жайбарақат жатқызып қояды деп ойладым ба мені? Шық сен қаншық. Не ол? Сен қайдан келдің? Сонда кет бар. Кетіп өдің о баланы алып кет. Бар. Жұқтасың сен. Шық деп тұрсың. Жоқ, сен де қаншықсың мені о, үйден қуып жатсың. Шықпай. Сенің ақиқатын мен білем. Шық бар. Жоқ, шықпай. Мінезін де басқа бір көрсетесің. Yok, vay makina. Сен алдында ұят қалдырды ол. Ержан, сенің қатының есуас екеніне енді көзім жетті, бәрі шын екен. Есалан қатын екен, шынымен енді. Айтпаймын. Кел жан, ойында мен сенің көңіліңді көтеремін. Солай істеген жақсы сияқты. Жат. Келдің ба? Иә. Не істедіңдер? Сөйлесе алдыңдар ма? Жоқ, біз қосылмайтын болдық. Кел, отыр. Отыр ғой. Неге қосылмайды екенсіңдер? Мама, оның қасында бір қыз жатыр біздің үйде. Әй құлыным, қашанғы жатар дейсің? Ондай әдемі жігіттердің артында неше түрлі қыздар жүре береді. Одан да сен жақсылап сөйлесіп, ақылға шақырып, өзіңді де, оны да, отбасы, бақыты деген білесің ба қандай керемет дүние екен. Жоқ, мама, жоқ. Жүре берсін. Солай. Қам қаласын, ит. Ашуланба. Ашумен ештеңе шешпейсің. Біз бұны ойланып, ақылмен шешетін жағдай жасайық. Мен оған көрсетем. Мен оған. Қапиымды не істесем екен? Ержан, мен сенімен сөйлесуге келдім. Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Сәлеметпіз. Әселімді қызымен үйден қуып жіберіп қалайша жүрсің? Кезінде сізге айттым ғой, қызыңызды жақсы көрмеймін деп. Қатқан бұқты неге жібітіп отырсың? Құлақ асқан жоқсыз айтқаныма. Бәрібір ажырасып кетем деп айттым ғой. Енді қандай ойың бар? Ешқандай ойым жоқ. Әттең, уақытты артқа қайтарғанда ғой. Сен сияқты тас жүректің қызымды жаныңа жолатпас едім. Міне енді сіз мені естіңіз.
Қызың не болмақ? Қызым өскенде өз тауып алады. Олжаны ойындамаңыз. Оңбаған. Құдағи, сіздің балаңыз немереңізбен қызымды үйден қуып шығыпты. Неге? Не болған араларында? Балаңыз ашық түрде қызымның көзіне шөп салып жүр. Мүмкін емес. Сенбесеңіз, балаңыздан сұраңыз. Құдағай, мен баламмен сөйлесейін. Егер осы айтып отырғандарыңыз рас болса, араларында не себепті осындай жағдай болғанын білуге тырысайын. Азамат деп айтуға келмейді. Құдағи, көңіліңізге тисем кешірім сұраймын. Мен екі баланың отбасы ажырасып кетпес үшін екі жақта әрекет жасауды айтуға келіп отырмын. Екі бала ажырасып кетсе, немереңіздің жағдайы не болмақ? Құдағай, мен сізді түсініп отырмын. Мен баламды қорғаштамаймын. Бірақ кезінде Ержанды өздеріңіз қарсы қойып алдыңыздар ғой. Апа, мен сіздің қызыңызбен бір-ақ күн таныспын. Мен қызым ба, мен қызым емес па, мен қайдан білем? Қазір баяғы заман емес. Бәрін анықтап білуге болады. Әселдің пәктігін көрдің. Саған қандай басқа дәлел керек? Егер де үйленбейтін болсаң Әселге, мен сені түрмеде шіртем. Сіңлім, сабыр сақта. Онымен не табасың? Одан да балаларды ақылға шақырайық. Менің кәмелетке толмаған қызымды айтуға қиын екен сол сөзді. Құдағай, сабыр етіңіз. Сабыр етіңіз. Қызыңыздың жақсы екенін білем. Мен баламмен сөйлесейін. Маған да оңай соғып тұрған жоқ. Жарай ма? Рахмет. Құдағи, бар үмітім сізде. Жарайды. Дұрыстап сөйлесейін. Мама, мен қыздар мен көшеге шығып келем, я? Әсел, қайдағы көше, қайдағы қыздар? Одан да мына үйді жейстірмайсың ба? Неге ашулысыз, мама? Қайдан ашулы болмайсың? Отыршы мына жерге. Ана байыңа жолыққан күндіз, енеңе жолыққан. Неге кездесуші солар ме? Сендерді қосайын деп. Мама, қойшы. Неге? Жасайық. Неге қояды екем? Неге қояды екемін? Сен мына баланы қалай жетілдірем деп жүрсің? Басымды қатырмай, одан да татуласып, жалынасың ба? Аяғына жығыласың ба? Кешірімін алатын бол. Мама, ажырасайық, болды. Қалай асырайын деп жүр? Ажырасайық дейді. Ми бар ма мына балада мүлдем? Құдағи, не болды? Баламен сөйлесе алдыңыз ба? Көндіре алдыңыз ба? Баламмен сөйлесіп отырмын, бірақ көнбей тұр. Менің денсаулығымда сыр бере бастады. Мен немеремнен қашпаймын ғой. Денсаулығымда сыр беріп жүр. Түсініп тұрмын, құдағай. Әселде жұмыс істемейді. Ана баланы асырау оңай дейсіз ба? Көндіріп көріңізші, баламен сөйлесіңізші. Жарайды, сөйлесем. Әлі де сөйлесем. Бірақ Әсел жұмысына орналасып өз-өзіне келіп күтініп жүрсін, жарай ма? Әсел келініме де, сізге де демеуге әрқашан дайынмын. Мен қазір асығыс едім. Рұқсат болса жүре берейін, я? Артынан тағы сөйлесерміз. Жақсы. Я, сау болыңыз. Жақсы. Женщина, вам плохо? Скоро! Мама, Иә. үйде картошка бітіп қалған сияқты, ақша бересің, магазинге барып келемін.
Тұрған жоқ мандағы жерде рожки. Күнде рожки жей береміз ба? Күнде рожки жей береміз бе дейді ғой. Бар мен үйдегі тамақ істе. Не маған өткізіп қойған, тапсырып қойған ақшаң бар ма? Күнде рожки жей береміз бе дейді ғой. Байынмен тұрған кезде ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда, не жейм, не ішем демейтін едіңдер. Әлгі Ержаннан хабар бар ма? Жоқ. Барда байыңмен татулас. Мама, сіз неге менің оның алдына шығып бере бересіз? Менде намысым бар шығар. Намыс дейді ғой. Сонда мен жұртқа не айтпақпын? Қызы үйге байдан қайтып келген деген атақпен отырмақпын ба? Мама, сіз де ажырастыңыз ғой папамен. Сен мені өзіңмен салыстырма. Папаң мені жақсы көріп алды. Сен құсап, екқабат қып деген жоқпын. Ақылды бұлағамаңыз аяқ астыңыздан. Көргенсіз. Одан да барда ақша табатын жағдай жасап, кешірім сұрап, аяғына жығыласың ба? Не істейсің? Қосылатын жағдай жасап, ақша табатын жағдай жасап, құт өзің көзіме көрінбей. Шық дедім мен саған. Шық, шапшылдамай. Өзіңді де баланы да асырайтын жағдай жаса. Алло, құдағи сәлеметсіз ба? Еш бала-шаға тегіс аман ба? Құдағи қолыңыз тиіп жатса, мен есік алдында немереңізбен ойнап отыр едім. Әңгімелесетін бір шаруа болып тұр. Әліңіз келсе, такси аласап, жылдам келіп кете қойыңызшы. Мақұл, тосам. Үйдеміз біз. Жақсы кездескенше. Құдағай, Сәлеметсіз. қалайсыз? Қалыңыз қалай? Жақсы жайлап. Жоғары шығыңыз, кеңіз. Жұмыс жақтан келе жатсыз ба? Иә, сіз шақырғаннан кейін келіп жатқан. Иә, Жай сол. шаруам айтыр. Ниетіңізге мың алғыс. Тыныштық па? Сол балалармен сөйлесейін деп. Әже! Құдай құлыным. Сол. Мен ана жерде ойнап жүрмін. Бара ғой, ойнай ғой жаным. Алланың бересі аға. Сізді Иә. көріп қалып жатыр ойнап жатса да. Сол мына балалардың шаруасы уайым болды. Мына біздің қыз үзілді кесілді, ажырасам деп отыр. Енді былай қарап отырсам, істейтін істері балалық болып тұр, шалалық. Иә. Мен болсам, мына денсаушылығыма байланысты қиындау болып тұр. Бірдеме айтсаң, өзіңмен ренжісіп қоя береді. Ішінен шыққан сұр жылан. Білмей отыр не істейтінімді. Мына ақылыңызды қосыңызшы маған. Иә, дұрыс айтасыз құдағай. Мен де айтудан кем де емеспін. Білмеймін балаларға не болып кетті. Сіз бірінші денсаулығыңызды ойлаңыз. Біз балаларға керекпіз ғой. Денсаулығыңыз сыр беріп жүрген болса, қаралғаныңыз жөн болар. Өткенде көріп қалдыңыз. Иә. Кішкене мына балалар қанша ашуға берілгенменде күш жүре түзеліп, мүмкін мына кішкентай жиенімді сіздің қолыңызда болса, қыз ақылға келіп қалар. Сол сізді шақырған себебім сол. Мына баланың заттарын, сөмкесін, сабағын алып шықтым жаңа. Бала сізде болсын. Иә. Ол айтқаның да жөн болар құдағай. Шынымен де бала менде болса, баласына келеді ғой. Мүмкін жарасып кетер екеуі. Кім біледі, үмітіміз зор. Түсінігіңізге мың алғыс. Денсаулығыңызды қаратып алыңыз, ең бірінші. Ауырып қалмаңыз. Иә, мына жерде мектеп киімі мен сөмкесін бәрін дайындап қойдым. Сосын хабарласып отырамыз ғой енді. Әрине, хабарда боламыз.
Ай, қызым келе ғой. Қазір сен менімен бірге біздің үйге барамыз. Әженің үйінде қонасың ба бүгін? Барған келе ма? Ya. Тамаша. Бала деген сол ғой. Иә. Ендеше жүр. Мына неңді ұстай тұр. Ал жақсы. Әженің Жақсы. бетіне тимейсің бе? Амандықта жүздестерсің. Құлыным аман бол. Жақсы. Ал жақсы құдағай. Амандықта Ал жүздестерсің. жақсы, иә. Аман болыңыздар. Аха, хабарласып тұрамыз. Аха. Балалардан тағы хабар болып жатса айтып Міндетті отырасыз ғой. түрде. Иә. Ал жүре ғой, жүр. Жүр кеттік. Айналайын дейді. Ананайын дейді. Ананайын дейді. Иә, бәке. Иә. Әрине. Жоқ, анау кеше өзіміздің арамыздан сүйже қатын бізді лақтырып кетті да. Сол үшін уақытымен үлгермей қалам ба деп жатырмын сіздің заказыңызды. Жоқ. Еш уайымдамаңыз. Кім? Жақсы. Әпше, Иә? ана исалған қатын тағы кетіп тұр. Қай қатын? Ержан әйелі некеге айқашап кеткен мына жерге келіп. Не ал дейді? Кіргіз? Көрейік. Не үшін келіп тағы да? Я сені қашан шақырды. Сенен сөйлесуге келдім. Болма. Не бетіңмен келдің? Сенімен сөйлесуге келдім. Тыңдап тұрмын. Ақыры Ержанға осылай жер ұнайткен. Ендеше мені жұмысқа ал. Сен мені есалған қатын санап тұрсың ба? Сен салдағы қатынды өткен істеп кеткеніне қарағанда бүгін жұмысқа алады деп ойлап келдің ба? Арсыз немес ол. Қай. Шет қуып жібергенді қалап отырсың ба? Жоқ, мен расымен де сізге айтып отырмын. Мені жұмысқа алыңыз. Саған тағы да айтып отырмын. Жұмысқа сені ала Мен алмаймын. ешқайда кетпеймін бұл жерден. Мені жұмысқа алыңыз. Кетесің. Мен саған кет дедім қазір. Кет дедім саған. Тайып тұр. Тұр дедім ғой мен саған. Тұр деймін саған. Сен оқпайтын не деген қатынсың? Жұмысқа алыңыз мені. Менің құрметіне мен сен жұмысқа алады екен. Ержанның атын өзің кегім бар. Шық, аласыз мені жұмысқа. Алмаймын. Шық. Шық дедім мен саған. Пашок. Әпше, бізге кісі жетпей тұр ғой, әпше. Маған ертең керек тағы да болса отыра ма? Осының айтқанды істейміз ба? Әпше, Не болып жатыр өзі бұл жерде бәрі? Жури, бізде жалпы сәйт ойлаған. кішкене виктеніп бар еді ғой. Қыздар да жетпейді. Бұл ойлашы кішкене. Дұрыс айтады, әпше. Как у нас мынау Бір кісіге как раз сол Нешеде? 9 айда 9 шамасында. Мына қатын сенің ойыңнан шыға ма? Мен қолымнан ештеңе келмеді. Ана беріп тұршы. Көрейік өнеріңді. Қандай өнерің бар? Көрсет өнеріңді көрейік. Паша. Бағала өнерін еркектің көзіне. Келдің ба? Келдім. Не болды сонда? Жақсы қыз екен. Қалай ойлайсың өзің?
Енді сенің жақсы қыз екен дегеннің сөзіңе қарағанда, значит, ол саған жақсы болып тұр ғой. Ой, жоқ, ой. Жұмысын ойлап отырмын. Клиентке 100% ұнайды жұмыс. Деп ойлайсың сен. Олай ойлаймын. Білеген өзің болдың ғой. Маған да ұнап қалды. Клиентке ұнайды. Вообще, қай жағынан ұнады? Өзіңе ұнап қалды ма, жоқ әлде шынымен клиент үшін маған жаның ашығаннан кейін айтып отырсың ба, жоқ әлде өзіңе керек боласың? Жоқ, ой. Жұмысымды ойлап отырмын. Жұмысымды ойлап отырмын. Тек жұмыс. Вообще, алмайықшы бұл қызды. Бүткіл клиенттерімізден айырайын деп тұр ғой. Ақылды болып қалсың ғой. Не олай деп ойлайсың? Саған не керек? Жұмысын ойлап отырмын. Ой. Алса алмасаны өзің біл. Ақша алып береді саған несен әйтеуір. Оны білемін. Сен кімге болса отырғанды түсінбедім. Енді бізге тақтар қыздар жетпейді ғой. Бір артық болмас. Жақсы көрейік. Әйтеуір соған болса отыр екенсің, көрейін. 100% гарантия бересің ғой? Неге гарантия беремін? Мен өзің айтып Мен тұрсың. білгенім айтып тұрмын. Саған соның істегенің бәрі ұнап отыр ғой. Мен жұмысын ойлап отырмын. Сен кімге болса отырсың, мен соны түсінгенге отыр. Жоқ, саған, әрине саған. Клиент бар. Ақша бізді күтпейді. Солай деп ойлаймын. Аузын сораса ана қызға қарап қалды. Неге соғыстан қашырып? Ондай ойлаймын да. Тек қана жұмыс. Алло, Ержан. Қалайсың? Жақсы шүкір жаным. Кешке қолың бос болса келіп қайта аласың ба маған? Я саған керемет бір тосын сыйым бар жаным. Иә, күтем. Кездескенше жаным. Вообще, Иә? тосын сыйдың көке солайып тұрған сияқты ғой, да? Әрине! Тосын сыйдың бәрі енді алда. Керемет сол. Иш. Я вас поражаю. Көреміз. Орнай, Я Ержан, келді ба? ағаң оралды. Сәлем, қалың қалай тұр? Сені күтіп дайындалды. Қайда? Менің суртым. Осы жерде сен шешіне өзің жайғаса бер. Давай асығыс. Ол жаққа бармайын, да? Мына жерде шешін жайғаса бер. Мен қазір келіп тұрмын. Ёб твою мать! Сен не жүрсің мында, Мында кел. Кел. Сен не жүрсің? Пожалуйста, Мында кел. кетті. Орна. Мынау не? Орна. Мынау не? Не! Мынау ма сюрприздерің сендер? Иә! Осы! Мында кел, Не сен? Мынау не? Ей! Не мынау? Не? Осы ма сендер сюрприз? Осы! Ей, атыры менің досым сен екенсің. Жүр, көрейін сен қалай жұмыс жасайды. Жүр мына.
Oğlum, bunday vaqtda. Sen ben? Ne yapıyorsun? Кірсем рұқсат па? Kır. Әшейінде қызыңызды мақтағанда керімсіз ол. Қарғамау, ашып айтсам, түсінікті болар еді. Қызыңыз немен айналысып жүрген білесіз ба? Қалай ақша тауып жүрген білесіз ба? Немен айналысып жүр екен? Қалай ақша тауып жүр екен? Қызыңыз жалап сіздің. Өзін тәнін сатып жүр ақшаға. Оңбаған, сен менің қызыма әдейі жала жабуға келдің ба? Шық үйімнен! Шық! Маған сенбей жатсыз ба? Көрінбе көзіме! Қызыңызға звондап сұраңыз, біліңіз. Шық дедім! Шық үйден! Жарайды. Шық! Жақсы. Көзіме көрінбе! Келме екінші мұнда! Оңбаған. Алло, Ержан? Иә, сенімен сөйлесейін деп. Бүгін соңғы әлі нақты жауабымды айттым ма? Сонда ортамыздағы 8 жыл қайда? Солай деймін. Даладағы қанша жыл басын кетіп екен, Ержан. Сен әлі өкінетін боласың. Иә, уайымдама. Заттарымды жинап қойдым. Сен адам үшін сен көріп аузынан сілейке ағып кетті ғой. Видео. Диск. Болды. Anlaşım. Haklısın. Haklısın. Жаратқан ием. Анамды да алмай қалдым. Қайда жатыр? Жаратқан ием. Аллам. Анамды неге алып кетті, Құдайым? Байғыз менді анам. Мамам. Ақжүрегім менің. Allah'ım. Неге алып кеттің мен анамды? Мама мен саған айттар сөзім. Айтып үлгерген жоқпын ғой жаным. Нормально? Аудин,
мына кешегі қалай түсініп отырсың? Кешеге қалай түсінген кезінде. Братан, ты что творишь? Стой. Ержан, Стой, где стоишь. Ержан. Я здесь не драться, Ержан, потом... Ержан, тоқта. Понял? Ержан, тоқта. Жаным, тыңдашы мені. Мен саған түсіндіріп айтып беремін. Түсіндіріп айтып беремін. Есте, андай айтылған болса, менің шашып түсіндің бе? Мен оны мәжбүр жүрген жоқпын, жаным. Түсініп тұрмайды. Иә. Не болып кетті? Жұма! Қайдасың сен? Өлепші. Қайдасың? Ойбай, не болды? Ойбай, соғатын ба дағы? Соғатын ба дағы? Жоқ, ешкім емес, тұр. Жаным, тұр. Қарап тұрмайсың ба? Ержан тапарша, мен келді, мен құлатып кетті. Қайдан ағатын? Не? А сен қапы қайда? Табыңдар тез. Жылын табыңдар бұл. Шық, тез. Салдақы қатын келдің бе, қайда жүрсің? Не қылып тұрсың? Келдім ғой енді. Айқайлайым. Елдің уақытын алып, қаншама ақша, оны екі есеге алып кетті менен. Оңбаған қатын емес ол. Соның бәріне отработка жасайсың. 1,5 жылдың ішінде өтеп өтсең рахметіңді айт. Баш қатырмаш мен басымда. Сенің басыңда қатырып тұрған жоқпын. Уақытында келу керек. Ана клиенттардың бәрі келіп күтіп кетіп қалды, сен оңбаған қатынсың. Маған похуй. Қалай похуй саған? Сен батыр кестермен байым жасты. Дұрыс деген екен. Байың сені тастап кеткенін дұрыс болған екен. Жақсы қатыннан бай кетпейді. Ах, сучка, көрсетем мен саған қазір. Орныңа қоям. Қыздар, ойындар, орнай жібер деймін. Орнай жібер. Жібер онымды. Жібер деймін. Жібер қолымды. Қолымды так. Әсел қолымды так. Ай, қойындар дедің ғой. Не олтын шыма? Кетші бар ағай. Сазайың тартасын, қайтарасың. Сен де ашуын. Онай болды. Әкетемек маған. Шек демек. Оған жоқ. Не болды сонымен? Сен де қызық сұрақ қойды екенсің. Не болған несі? Қаншама елдің ақшасын бәрін алып, оны екі есе менен алып кетеді екен. Оның бәрін орнына кім қойды ол ақшаны? Әлде сен өзің қойып бересің ба? Әрине жоқ. Ендеше Не керек? сазайын тартып тұрып ақшасы қайтарып. Жұмыста жақсап тұрып жұмысын атқаратын болып көресің. Шексің, ашуын бас. Ашуын барлық ақшаны қайтарғаннан кейін ғана басар. Сені біліп қой. Орнай. Мен сені өлтірем! Я тебе отвечаю, братан, тема стрельнет его. Давай попробуем его. Серьезно, шын айтам. Жасаймыз ба жоқ. Ебать! Әсел, не істедің сен? Әсел, не істедің сен? Қараш маған, не істедің? Өлтірдің ғой мынаны. Болды, тұр деймін. Тұр, что-нибудь придумаем, вставай деймін. Тұр, Әсел, болды, тұр. Шок. Тұр, қайту керек деймін, кету керек бір жағынан. Это сделала. Это сука. Вставай, тұр деймін, тұр. Успокойся. Тұр, болды, бірдеме ойланамыз. Кету керек бұл жағынан, кету керек. Что-нибудь придумай, кеттік.
Кеттік деймін, кеттік. Тез. Әсел, мына пистолетті қайдан алдың? Кімдікі мынау? Кімдікі мынау? Кімдікі? Қайдан алдың? Ержандікі. Так, у меня есть план. Сол Ержанға бері келсін. Что хочешь, придумай, пусть едет сюда. Звони в полицию. Тоже звони сюда. Пусть едут сюда, я сейчас приду. Алло, Ержан. Біздің қызымыз жоғалып қалды. Мына геолог жақтамын, набережный жақта. Тез келші, өтініш, жаным. Я күтем. Алло, полиция?